Кадырменді достар, өздеріңіз білесіздер, 9 сәуір ұлттық қазынамыз қазақ тілі күні болып белгіленген. Осыған орай әріптес досым Нұржан Сұршаулы әдемі шерлерді бастап кеткен екен. Осыған үн қосып, өзімнің бір өлеңімді оқып берейін. Енді мен бұл эстафетаны ақын достарым Әділет Шөпен мен Жәнібек Әлиманға және Өзбекстан Қазақ ұлттық мәдени орталығының төраға орынбасары Клара Садырбаеваға жолдаймын. Кездеспеген ертерек, жазылмаған ертегек, өмірді айтпа келде деп, ұзақ емес алайда, осыны біл жарайма, болсын сенің шарайнан, бізді бөлер жаспеді секундтардың әскері, минуттардың бөстегі, апта санап, жыл санап, ойлап тауып құм сағат, адеткенді жын санап, сонда елдің өлшемі, айданамау өлшегім. Шуағынды тұр сеуіп, уақыт жоқта тамшы бар, әр тамшыдан жан шығар, мұнтаздай боп қалшы жан. Сен кешкенді тағдырда, еш шаумаған жаңбыр бар, соны у емес балғып ал, уақыт жоқта өлім жоқ, жер айнасы көгім деп, күн түскенде көңілге ең аяулы өлген жоқ. Уағдаласқан көрмен көк, түсінерсің сөнген дот, айданамау ертегім, шертуімде шертерім, өткенімді өртедім, сен дүртеші көркемім.